Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 110 сабақ. Өзіңді тексер. Тиімді есептеу тәсілдері. Сен қосу мен көбейтудің қасиеттерін тиімді есептеулер үшін қолдануды, санды және әріпті өрнектерді құруды, салыстыруды үйрендің. Бірінші есеп өрнектерді ықшамда 6 қосылған 7 қосылған 7 қосылған 6. Оны 6 көбейту 2, 7 көбейту 2-ның қосындысы ретінде алсақ болады. 6 2 12, 2 7 14, 12 14 қоссақ 26. Келесі есепте 5 қосылған 5 қосылған 5 азайту 4 көбейту 2. 5-ті өз-өзіне 3 рет қосылып тұрғандықтан 3-ке көбейтіп, одан 8-ді азайтамыз. 3 5-міз 15, 15-тен 8-ді алсақ 7. Келесі 27 азайту 15 қосылған 7 қосылған 7. 17 азайту 15-міз өзі қалсын. Оған 7 көбейту 2 деп аламыз. 27-тен 15 аламыз. 12, 12, 2 7 14, 14 қосамын. 26. Келесі 24 қосылған 8 қосылған 8 қосылған 26. Бұл жерде 24 пен 26-ны қосып 2 8-ді көбейтсек болады. 24-ке 26-ны қоссақ 50, 2 8-ім 16, 50-ге 16-ны қоссақ 66. Келесі екінші есебіміз. Амалдың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Бұл жерде бірінші жақшаның орындалады. 18 бөлінген 13-тен 10-ды алсақ 3. 3 қосылған 53 дейміз. Бірінші бөлу амалы орындалады. 18-ге 3-ті бөлетін болсақ 6-дан 6-ға 53-ті қосамыз 59. Келесі есепте. Бірінші көбейту орындалады. 2 9 18. 6 18. 18-ін 18 алсам 0. Орындалу ретін анықта деп тұр. Келесі. Бөлу амалын орындаймыз. 28 4-ке бөлеміз. 7-ден 9-ы 3-ке көбейтеміз. 3 9 27. 7-ге 27-ні қосамыз 34. Үшінші есепте әріпті өрнектер құр және оның мәнін тап. 36-ны 9 мен 5 сандарының айырмасына бөлу. Бұнда бөлген кезде бірінші жақшаның орындалады. 9-дан 5 алсақ 4, 36-ны 4-ке бөлеміз 9-дан. Келесі әй есепте 17 мен 13 сандарының қосындысын b-ға көбейту. Мұндағы b 3-ке тең екен. 17-ге 13-ті қоссақ 30, 30-ды 3-ке көбейтсек 90. Төртінші есепке баратын болсақ, өрнектерді салыстыр. 18-ді 3-ке бөлсек 6-дан 29-ға 6-ны қоссақ 35. 14-ті 1-ге бөлсек 14, 28-ге 14-ті қоссақ 30 42. Яғни 42 жағы үлкен болады. Екінші есепте бірінші жақшаның орындалады. 11-ден 9 алсақ 2. 3 4 12, 12-ні 2-ке бөлсем 6. Келесі 5-ке 1-ді қоссам 6. 3 4 12, 12-ні 6-ға бөлсек 2-ден. Яғни 6 жағы үлкен болады. Сол саннан белгісіз сан болып тұр. Белгісіз саннан 9-ды алсақ, немесе 8-ді алсақ. Әрине 8-ді алған жағымыз үлкен болады. Аз санда алған жағымыз үлкен болады. Келесі есепте 70 азайту b бөлінген 8 азайту 5. 70 азайту b бөлінген 4 қосылған 1. 70 азайту b-мыз белгілі бір сан деп, екеуі теңдей деп есептейік. 8-ден 5 салсақ 3, 4-ке 1-ді қоссақ 5. Белгісіз санымызды 3-ке бөлсек үлкен бола ма, 5-ке бөлсек үлкен бола ма? Әрине 3-ке бөлсек үлкен болады. Келесі есеп ой сергек және санабақ. 6 таяқшадан 4 сүйір бұрышы бар фигура құрастыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 сүйір бар бұрыш дейміз. Мына бұрыш сүйір, мына бұрыш сүйір, мына бұрыш сүйір, мына бұрыш сүйір. Келесі екінші есепке барсақ, үстел мен шкаптың арасы 4 метр. Егер үстелді 2 метр оңға, ал шкафты 2 метр солға жылытса, олардың арасы неше метр болады? Бұл жерде балалар ескере кетеміз.
үстелдің не шкаптың қайсысы оң жақта қайсысы сол жақта тұрғаны белгісіз. Сондықтан біз екі жағдайда қарастырамыз. Үстелді оң жақта тұр деп, шкапты сол жақта тұр деп, шкапты оң жақта тұр деп, үстелді сол жақта тұр деп екі жақтан қарастырамыз. Бірінші жақты қарастырғанда 4 метрден 2 метр оңға жылытса 2 метр алып тастаймыз. Үстелді 2 метр оңға жылытса 4-тен. Шкапты 2 метр солға жылытса 2 метр тағы алып тастаймыз. Сонда бір-біріне 0 метр болады. Келесі егерде 2 метрін алып тастасақ, олар қосылады да аралары 8 метр болады. Олардың арасы 0 метр немесе 8 метр болады. Үшінші есепте суретте барлығы неше үшбұрыш бар? Санап көрейік балалар. 1 үшбұрыш, 2 үшбұрыш. Оның сыртындағы мен жалпы 3 үшбұрыш. 4, 5, 6, 7, мына жағымен 8, мына жағымен 9, мына үшбұрышпен мына жағымен 10, мына жағымен 11 болады екен балалар. Яғни, мына жерге 3 қосу деп тұрмыз ғой. Ол мына жерде 3 үшбұрыш тұр. Жеке-жекесіндегі түсінікті болу үшін жаздым. 1 үшбұрыш, 2 үшбұрыш, жалпы 3 үшбұрыш болды. 4 үшбұрыш дегеніміз ол 1, 2, 3, 4. 2 дегеніміз мынау 2, біреу, екеу. Ал тағы 2 дегеніміз ол мына жақ пен мына жақтағы 2 бұрыш. Сонымен 11 бұрыш болды. Төртінші есепте мен бір сан ойладым. 25 пен 6 сандардың қосындысының мәні мен ойлаған саннан 10-ға кем. Мен ойлаған санды тап. Мен ойлаған санын x деп алайық. X деп алдым. 25 пен 16 сандардың қосындысының мәні. 25 пен 16-ны қостық. Мен ойлаған саннан 10-ға кем десе, біз 10-ға керісінше қосамыз бұл жерде. Енді шығарып көрейік. Жақшаңышын орындайтын болсақ, 25-ке 16-ны қоссақ 41, оған 10-ды қоссақ 51. Яғни мен ойлаған сан 51 болады екен. Келесі 5-ші есепте 1-ден 13-ке дейінгі сандардың тігінен және көлденеңінен тек қосқанда нәтижеде 25 шығатындай етіп тор көздерге орналастыр. Ескерту: бір санды екінші рет қолдануға болмайды. Бұл жерде балалар біз мына жерде бірінші мына жағын тауып алайық. 25-те 1 белгілі болып тұр, 24. 24 шығу үшін бізде 2 тор көз ғана керек. 2 санның қосындысы 24, 2 санның қосындысы 13-ке дейін. Әрине 11 мен 13 болады. Оны тауып алдық. Одан кейін бізге жеңіл болу үшін мына жаққа қалай келеміз. 3 деген сан белгілі болады. Енді 25-тен 3-ті алсақ 22. Қандай 2 санның қосындысы бізде 22-ні береді. 13-ке дейінгі 11 кетті, 13 кетті. Логикаға саламыз, 10-ға 12-ні қоссақ шығады. Енді қалған есептерде енді 3, 5, 1-ді көрейік. 3-ке 5-ті қоссақ 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9. 25-тен 9-ды алсақ 16. 16, 2 қандай 2 санның қосындысы болады? 9 бен 7-нің қосындысы болады. Қалған 3 санды қоямыз. 5-ке 2-ні қоямыз 7. 7-ге 6-ны қосамыз 13, 13-ге 4-ті қосамыз 17, 17-ге 8 қосамыз 25. Міне балалар осылай шығады. 6-ші есепте 9, 5, 2 және 19 сандарын пайдаланып 2 қосынды құр. Сонда бірінші қосынның мәні екінші қосынның мәні 4 есе артық болатындай болсын. 4 есе артық болу үшін бізде балалар бірінші қосындыны ең кіші сандармен қосынды жасап көрейік. Одан кейін ең үлкен сандардың қосындысын жасап көрейік. 9-ға 19 қоссақ 28, 2-ге 5-ті қоссақ 7. Енді 4 есе болу үшін бөліп көрейік. 28-ге 7-ні бөлеміз 4. Есебіміз дұрыс шығып тұр. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.